Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Өйткені аяут гол соққан сияқты. Қатар өтіп жатқан матчта қақпаға соққы, бұл гол. Әнуар Қалдыбаев тамаша соққымен Ордабасы қақпасын дәл көздеді. Гол авторы Қалдыбаев. Ордабасы командасының қақпасына гол соғған 4-ші нөмірден аша Әнуар Қалдыбаев. Өте жақсы соққы қараңыздар. Қақпаш негізі қайтарған сияқты еді. Ұстаған сияқты еді топ. Пиала. Солға толға пас, Қабылбаев қасында, автогол! Есеп 1-1. Мәне. Қазір сәл қысымды күшейтіп еді Ордабасы командасы. Қарсыластардың қорғаныс шебінде проблема пайда болды. Тағы сол Қабылбаев өзі гол соға алмаса да, бірақ голдың соғылуына себепкер болды. Пиала екеуі ұйымдастырған шабуыл. Қорғаныстағы түсінбестік. Ешкім жоқ кедергі жасайтын міне. Өмірбаев көтерді, қақпаға соққы! Не деген гол, мынау құрмет жанкүйерлер! Тамаша соққы Кая Оливейра. Әдемі голдың бірін соқты. Өзі де дән риза, есеп 2-1 Ордабасы командасы алға шықты. Кая Оливейра. Қараңыздар, жақсы көтеріп беріп отыр. Өмірбаев, Өмірбаев көтеріп топты, Бауыржан. Жұмсақ көтеріп берді. Бұл 9-қа қарай ұшқан доп. Қақпашыны қайтару мүмкін. Жасқан Тұрғанбек допты ойын қосады. Кручинин! Есеп 2-2 Олег Кручинин. Таразбасын теңестірді. Қараңыздар, қалай. Оп-оңай өтіп кетті. Пиалы мен Бондаренко. Екеуі де кедергі жасай алмады. Пас берген Габриэль. Бондаренко тура қарсы алдында тұрған ойыншыға. Каспий есеп теңестірген екен аятпен матчта 3-3 дейді. Міне қызық. Қақпаға соққы. Тағы бір соққы. Гол! Атырау есепте алға шықты. Қайтадан бүгінгі матчта екінші рет олар есепте алға шығып отыр. Екіде 3. Ұзаққа бармадым. Кешеде тең ойнады екі команда. Бүгінде тең ойнайтындай көрінген едім. Әлі де бірақ уақыт бар, көреміз. Кезек-кезек есепте алға шығып жатыр екі команда. Ал Каспий мен Аят тең ойнап жатыр. 3-3. Ендеше турнир кестесінде бәрібір